алып, мүлде тынбайсың. Күнде сәлем салып, қонақ келсе шауып, ошағыңды жағып зырлайсың. Ерте келсе жарың, жасап соның қамын, жүрсің әкеп дәмін. Мәз боп балаша, жаның менен тәнің, сымбатың мезәнің, бәрі тамаша. Әй қой келіншек, супер келіншек. 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 Адам баласы бар сүйіп құрметтейтін, есімі мен бейнесі жүрек түкпіріндегі сан естеліктердің дарасы болып тұратын жанына жақын аяулы жан бар. Ол ұстаз. Менің өмірдегі ұстанымым жүрек қалауымен ұстаз болу. Бұл сөзді мен жай ғана айта салмаймын. Өйткені маған үлкен жауапкершілік жүктеледі. Ұстаз болу жай ғана мамандық емес. Ол адам бағдарын жасаушы. Қашықтықтан оқыту жағдайында білім алып жатқан әр шәкіртіміз қоғам талабынан шығып жатса, одан асқан бақыт бар ма? Талап жолдап, мақсаткерлікпен оқушыларымды алға тартсам, бұл менің өмірімнің ғажайып сәті. Өйткені мен ұстазбын, келешек ұрпақтың сәулетшісімін. Мен мұны мақтаныш сезіммен айта аламын. Ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның асылдығы. Ақын Ғафур Қайырбеков ұстаздықты осы бір 4 қасиетке теңейді. Егер де менің оқушыларым еліміздің тәуелсіз Қазақстанның толыққанды азаматы болса, мен өзімді бақытты сезінемін. Осындайда Бауыржан Момышұлының ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет деген сөзі еске түседі. Әрине, ұстаздық атты ұлы жолға көтерілу үшін әрдайым ізденіс үстінде боламыз. Менің ұғымымдағы біріншіден ұстаз болу міндеті өз пәнін шәкірттеріне жақсы үйретуден де тереңірек жатыр. Алдымыздағы әрбір бала қайталанбас тұлға. Баланың басқаға ұқсамайтын ерекше қасиеттерін тану, оның жүрегіне, жан дүниесіне жол таба білу біздердің ұстаздардың борышы. Оқушымен тең жағдайда сырласу, оның мүмкіндіктеріне сену, ойын әрқашан құлап қоятындау тәрізді қасиеттер арқылы ғана мұғалім өз мәртебесін көтере алады. Ұстаз ақылдың озбайтұғын асылы, қасиетті мамандық иелерінің ішіндегі жауһары. Мамандығым менің мақтанышым. Ғылымды күшті меңгерген және оны сүйетін мұғалім өз шәкірттерінің барлығына жақсы ықпал етері сөзсіз.